Атырау готов к запуску завода «Рауан-Налка». Аким области находится на производственной площадке и готов выйти на связь с нами. Аса қадірменді Нұрсұлтан Әбішұлы, Атырау облыс халқы атынан сізді және бүкіл қазақстандықтарды келе жатқан ел тәуелсіздігінің 20 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Сіздің дана саясатының арқасында ел тарихында атаулы мейрамды облыс, республикалық ірі бағдарламаларды уақытынан бұрын аяқтап, халықтың шынайы өмірінен көрініс тапқан үлкен жетістіктермен қарсы алуда. Бүгін сіздің қатысуыңызбен өңірді индустрияландыру шеңберінде жүзеге асатын жаңа өнеркәсіп нысаны қазіргі коммуналдық шаруашылыққа керекті су тазалау, сондай-ақ мұнай-газ саласында көмірсутекті өндіру, даярлау, тасымалдау үшін аса қажетті химиялық реагенттер заводын іске қосамыз. Бұрын осының бәрін шетелден сатып алсақ, енді өзімізде өндіруді қолға алып отырмыз. Өнім әлемдік талаптарға сай, кейбір компоненттері одан да жоғары. Сол сияқты алдағы 2 жылда осындай жаңа 30 инновациялық жоба ашылатын болады. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, қазір жаңа зауытты іске қосуға рұқсат етіңіз. Барша атыраулықтарды жеңістеріменен мен шын жүрегімнен құттықтаймын. Мұнай өңірі Атырау, бірақ та басқа өндірістерді өркендету керек деген менің берген тапсырмам бар. Соған байланысты мұнай өңдеу, басқа да өндірістер, мамандар дайындау өсіп өркендеп келе жатыр. Атыраулықтардың ерен еңбегі мына біздің тәуелсіздігіміздің мерекесіне деген үлкен сыйлық болып саналады. Сондықтан баршаларыңызды мерекемен құттықтап, жаңа жылмен құттықтап, денсаулық, жанұяда бірлік, елімізге тыныштық, бастарыңызға бақыт тілеймін. Іске қосыңыздар.